Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы кеңесіміздің тақырыбы тез арықтаудың жолы, алма мен айран. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Қышқыл сүт өнімдерінің құрамында асқазан ішек қызметін қалыпқа келтіретін пайдалы бактериялар мол. Сондықтан айран адам денсаулығы мен артық салмақтан арылу үшін өте пайдалы. Алма мен айран диетасы ұзаққа созылмайды. Аз уақыттың ішінде ағзадағы артық су мен майды шығарып тазартуға көмектеседі. Бұл диетаны 3 күн ұстау керек. Алғашқы күні 1-1,5 литр майлы емес айран. Екінші күні 1-1,5 килограмм алма, ал соңғы күні 1-1,5 литр айран ішу керек. Бұдан артық еш нәрсе жемеуге тырысқан жөн. Су, көк шай, шөп, шай ішуге тыйым салынбайды. Кез келген уақытта, кез келген мөлшерде іше беріңіз. Алма мен айран диетасы 3-4 килограмм салмақтан арылуға көмектеседі. Мұндай диетаны ұстау көп адам үшін қиынға соғады. Тағамнан бас тартып, 3 күн бойы айран және алмамен тамақтану оңай емес. Сондықтан диетаға толық дайын болғаныңыз ғана ұстаған жөн. Егер алма жеуді ұнатпасаңыз, оның орнына басқа жеміс не көкөніс таңдауыңызға болады. Картоп пен бананның құрамында крахмал бар болғандықтан алманың орнын баса алмайды. Егер қиярды таңдайтын болсаңыз, айранмен бірігіп ағзаны 3 күннің ішінде толықтай тазартып шығады. Ал сіз қандай диетаны байқап көрдіңіз? Пікіріңізді қалдырыңыз. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Егер де пайдалы кеңес өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.